Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазір бізде жаңа педагогикалық технологиялар пәні, пән оқытушысы мен Әбиева Гүлжайна. Бүгінгі тақырыбымыз тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы. Қарастыратын сұрақтарымыз: тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясының мақсаты, оқу материалдарын тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясының әдістемелік және мазмұнның ерекшеліктері, Шаталов жүйесінің 7 негізгі принципі, тірек конспектіні құрастыру принциптері, тірек сызбаларды жасау кезеңдері, Шаталовтың оқу материалдарын тірек сигналдар арқылы оқыту технологиясының ерекшелігі. Алдымен өткен проблемалық оқыту технологиясына тоқталып өтетін болсақ, проблемалық технологиясының мақсатын, ерекшелігін, мазмұнның әдістемелік ерекшеліктерін және проблемалық оқыту сабағының құрылымына тоқталған болатынбыз біз. Яғни бұл технологияның негізгі мақсаты оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеті мен дағдыларын дамыту, түрлі проблемаларды көріп, шеше білетін белсенді оқушы тұлғасын қалыптастыру болатын. Оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, білімді шығармашылық тұрғыдан меңгеруге негізделген дидактикалық жүйе. Яғни бұл технологияның негізгі ерекшелігі, мұғалім мұнда балаға білімді дайын күйінде бермей, оқушылардың алдына проблемалық міндет қояды. Яғни шешімді шешу табу құралдарын оқушы өзі іздестіру қажет. Осы проблемалық оқытудың негізгі кезеңдері: бұл проблемалық жағдаяттың пайда болуы бірінші, проблемалық міндетті қою, оны қиыншылық мәнін жете түсіну, болжау арқылы шешім тәсілдерін табу, болжамды дәлелдеу, проблема шешімінің дұрыстығын тексеру. Яғни проблемалық технологиясына негізделген сабақта мұғалім алдыменен проблемалық сұрақтарды, проблемалық жағдаяттарды алдын ала балаға дайындайды. Осы проблеманы шешу үшін балада ізденіс пайда болу керек. Яғни бала мұғалімнің әкелген проблемалық сұрақтарына баланың бұрынғы білімінің, жауап беру үшін бұрынғы білімінің жетіспейтіндігіне бала көзі жетіп, өз бетінен ізденіске жетелейтіндей сұрақ болу қажет. Яғни осы сұрақтың жауабын болжау арқылы шешім тәсілін табу қажет және оның болжамды дәлелдей білу керек. Проблеманың шешімінің дұрыстығын мұғалім мен оқушы бірлесе отырып тексеру қажет. Енді бүгінгі қарастырайын деп отырған технологиямыз тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясының негізгі авторы Виктор Федорович Шаталов. Шаталов 1927 жылы туған. Оқытуды жеделдету мақсатында авторлық білім моделін жасаған. Ол ғалым, педагог, КСРО халық мұғалімі, математика пәнінің оқытушысы, мектеп директоры қызметтерін атқарған. 1987 жылдан бастап КСРО ғылым академиясында, Украина ғылым академиясында ғылыми қызметкер болған. Педагогтың негізгі ұраны: барлық балалар мектеп бағдарламасын табысты түрде меңгеруге қабілетті. Яғни педагогикалық әдістемелік процесте осы Шаталов әдісі деген атпен енген тірек сызба белгілерін сабақта қолдану мұғалімдердің көпшілігінен үлкен қолдау тауып отыр. Сондықтан да оқу процесінде, тәжірибеде қазір бұл технология кеңінен қолданылуда. Енді осы технологияның алдымен мақсатына тоқталатын болсақ, тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясының негізгі мақсаты білім іскерлік дағдыларды қалыптастыру және баланың жеке ерекшелігіне қарамастан барлық балаларды оқыту және оны жеделдете оқыту. Енді осы технология Шаталов жүйесінің негізгі 7 принципіне тоқталайық. Яғни көп түркін қайталау, алға қарай тез қозғалу, ірі блоктармен оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған тәсіл, оқыту мен тәрбиені біріктіру, жоғары қиындықта оқыту және міндетті кезеңдік бақылау жұмыстарын ұйымдастыру. Бұл Шаталов жүйесінің негізгі 7 принципі болып табылады, негізгі қағидалары. Енді осы технологиямен жұмыс жасаудың кезеңдерін атап өтейік. Яғни әдістемесінің негізі. Бірінші саты: көп салалы, білімдарлықпен, жүйелі, эмоционалды түрде таңдалған параграфты мұғалімнің сабақты түсіндіруі. Яғни мұғалімнің ауызша сабақ түсіндіруі бірінші кезеңі. Екінші саты: тірек плакаттары бойынша оқу материалдарын түсіндіру, дауыстап оқыту, негізгі ұғымдарды әртүрлі символдардың көмегімен кодты шешу арқылы түсіндіру және олардың өзара логикалық байланысын анықтау. Яғни екінші сатысы енді
мұғалім тірек прокаттары бойынша жұмыс жасайды. Яғни оқу мәліметтерін түсіндіреді, дауыстап оқиды, негізгі ұғымдарды әртүрлі символдық белгілердің көмегіменен түсіндіреді. Олардың өздері байланысын, логикалық байланысын ашып көрсетеді. Үшінші сатысы осы тірек сигналдарын үйрену, сол арқылы әрбір оқушы үйренеді және альбомдарына жапсырады. Тірек сигналдармен жұмыс жасаймыз үшінші кезеңде, және оны оқушылар өз альбомдарына жапсырады немесе дәптерлеріне жасырып алады. Төртінші саты оқулықпен үй жағдайында тірек сигналдарының беттерімен жұмыс істеу. Яғни төртінші кезеңде енді оқулықпен немесе тірек сигналдарымен бала үй тапсырмасын орындайды, өз бетімен жұмыс жасайды. Бесінші саты келесі сабақта тірек сигналдарын жазбаша еске түсіреді. Яғни келесі сабақта осы тірек сигналдармен жұмыс жасайды. Алтыншы саты тірек сигналдары бойынша жауап қайтару. Ауызша немесе жай дауыспен, магнитофонды өзара бақылау қағаздары бойынша әртүрлі әдістерменен осы тірек сигналдары бойынша жауап қайтарады. Жетінші саты бұрын өткен материалдарды тереңдету және жай қайталау. Яғни соңғы жетінші сатыда бұл қайталау сатысы болып табылады. Енді осы мазмұнның ерекшелігіне тоқталатын болсақ, бұл технология оқу материалын тірек схема түрінде беріледі. Яғни бүкіл мәлімет тірек схемаға түрінде безендіріледі, блоктап беріледі және ірі дозалармен енгізіледі. Яғни күрделі мәліметтер жинақталып беріледі. Мазмұнның ерекшелігі бұл технологияның. Келесі тірек сызбаны құрудың негізгі қағидалары. Яғни тірек сызба жасау үшін мынандай принциптерді басшылыққа алу керек. Бірінші, мағыналық екпін. Қоршауға бір блокты екіншісінен бөлу, символдарды ерекше орналастыру деген сияқты. Яғни тірек сигналдардың маңызды элементтерін қоршауға алып, оны бояу, өзгеше символдармен орналастыру қажет. Екінші, автономиялығы. Яғни тірек сигналдағы әрбір 4-5 блок дербес басқа блоктарға тәуелсіз болып келуі қажет. Ассоциативтік және бейнелілік. Яғни тірек сигналдағы шартты белгілер оқушылардың санасына ассоциациялар туғызу қажет. Осы тірек сызбадағы графикалық бейнелер мағынасын бірден танылу керек. Ол үшін кең тараған таныс бейнелер қолданылуы қажет. Жаңартылуға болатындығы немесе қолжетімділігі. Яғни оқушылар сабақта қолданған тірек сигналдарды баға алу үшін естеріне түсіріп жаңғыртып отыру қажет. Сондықтан да ол қолмен жасалған қарапайым түрде болуы қажет. Яғни түрлі түсті көрнекілік және бейнелілігі. Сигналдардың бөліктерін ерекшелеп бояуға болады, әрбір бөлікті. Яғни оларды айшықты бояулармен бояп, тірек сигналдардың құрастырудағы пайдалы тәсілдердің бірі бұл оқуға ыңғайлы болуының қажеттілігі. Енді осы тірек сызбаларды жасаудың кезеңдері. Яғни бірінші, оқулықтың бөлімін немесе тарауын мұқият оқып, мәтіннің мағыналық бөлімдерінің негізгі өзара байланысын және өзара тәуелділіктерін анықтап аламыз. Бірінші, негізгі ойдың мәтіндегі жүйе бойынша қысқаша баяндаймыз. Қысқартылған жазбаны қағаздың бетіне түсіресіз. Келесі, жазбаларды сызба, әріп, символдық сигналдармен алмастырамыз. Сигналдарды блоктарға біріктіреміз және блоктарды қоршаумен бөліп, олардың арасындағы байланыстарды сызбамен көрсетіп қоямыз. Сосын маңызды элементтерді түстермен белгілейміз. Бұл тірек сызбаларды жасаудың кезеңдері. Осындай кезеңдерден өту арқылы тірек сызбаларды жасауымызға болады. Енді мына мәселелерге назар аударатын болсақ. Бірінші, тірек сызба белгілерін пәнді жүргізудің басынан бастаған жөн. Яғни мүмкіншілігінше барлық сабақтарда пайдалануға болады дейді. Тірек сызбаға оқушылармен бірге талдау жүргізіп отыру қажет. Яғни схемаларды оқушылардың қатысуымен талдау керек. Оқушылардың белгілі тақырыпқа сай сызба белгі даярлауға негізделген өзіндік жұмыс жасауына мүмкіндік беру қажет. Олар топпен немесе жұптық жұмыс жасауына жағдай жасауға болады. Осы Шаталов технологиясының негізгі ерекшеліктерінің бірі нақты дәл есептелген оқу процесін құра білу. Шаталов бұл құрылымды былай түсіндіреді. Тірек сигналдары дегеніміз ойынның элементі, уақыттың үнемділігі және бала психикасының қызықты құбылысқа бағыттау. Бірақ ең басты мақсат берілген тақырыпты логикалық байланыстар негізінде оқушының түсінуі және ұзақ уақыт есте сақтауы дейді. Ал келесі ерекшелігі уақыттың үнемділігі. Мысалы, белгілі бір тақырыпты түсіндіру барысында бірнеше тақырыпты жинақтап, ықшамдап, бір-екі тірек сигналдарға сыйдыруға болады дейді. Бұл әдістеме бүгінгі күнге дейін құбылған жойған жоқ. Яғни тірек сызба белгілерін сабақтың негізгі құрамды бөлігінде пайдалануға болады. Және тәжірибеде бұл пайдаланылып жүр.
Енді бұл технологияның негізгі артықшылығы мынада: оқушыға оқу материалын жинақы қысқаша беруге болады дейді. Оқушы оқу материалының ішінен ең негізгісін таңдап алуды үйренеді. Таңдап алған танымдық білім түсініктерін бір-бірімен байланыстырып, қарапайым жүйе жасауды үйренеді. Оқулықпен және қосымша әдебиеттермен жұмыс жасауға дағдыланады. Ол өзін-өзі бағалауды үйренеді. Енді осы терек сигналдары арқылы оқытудың өзінің нәтижесін береді. Мұғалім үшін мысалға, оқушы білімін тексергенде дидактикалық құрал ретінде мағыналық логикалық белгілерді нақты қысқа түсіндіре алады. Баға қоры молаяды, оқушы білімі әділ бағаланады. Ал оқушы үшін білім негізі қаланады, сөйлеу қабілеті дамиды, оқушының тұжырымдап топшылау дағдысы қалыптасады, танымдық процесін нығаяды, қарым-қатынасы қанағаттандырылады, пәнге деген қызығушылығы артады, шығармашылығы шыңдалады. Енді қорыта келе, оқушы материалды сезім мүшелері арқылы қабылдап қана қоймайды, білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатымен келеді. Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясын негізінен қалаған. Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясының негізгі мақсатын білім-білік дағдыны қалыптастыру, барлық баланы оқытуды жеделдету деп айтқан болатын. Яғни бұл технологияның негізгі ерекшеліктері үнемі қайталау, міндетті кезеңдік бақылау жұмысын ұйымдастыру, жоғары деңгей қиыншылықта оқыту, ірі блоктап оқыту, тірек белгілерін қолдану, жеке бағдарлы қатынас ықпал жасау, ізгілік, өз еркімен оқытуға жағдай жасау. Яғни тиімділігі жаңа айтқандай оқу материалын жинақы қысқаша берілуі, балаға тірек сызбаны түсіндіру үшін ойлау, салыстыру, еске сақтау қабілетінің дамуына ықпал етеді. Материалдың ішінен негізгісін таңдап ала алады, топпен бірлесе жұмыс жасай алады. Оқушы сурет салу, өз бетімен шартты белгілерді ойлап, сол мәнін түсінуге мүмкіндік туады. Өзін-өзі бағалауға үйренеді дейді. Енді осы тірек сызбалар кестелер, нұсқалар, модельдер, блоктар, суреттер арқылы іске асырылады. Яғни тірек сызбалар оқушының қиялын дамытуға, өзін талдауға, қызығушылығын оятуға, шығармашылығын дамытуға мүмкіндік жасайды. Оның қағидаларын жаңа біз айтып өттік тірек сызбасын құрудың. Яғни негізгі бөліктердің мазмұнын жинақтайтын негізгі бөліктерден тұрады дедік. Әрбір бөліктегі теориялық материал арнайы сызбалар, сөздер арқылы беріледі дедік, және оны оңай есте сақтау үшін қарапайым болуы қажет деген болатынбыз. Енді осы оқушылардың білім дағдысын бақылау үшін бұл технологияда мынандай әдістер пайдаланылады. Яғни тірек конспекті бойынша жазбаша жұмысты алуға болады, өзіндік жұмыс жасауға болады, ауызша дауыстап сұрауға болады, жаймен сөйлеуге мүмкіндік, жұптық, топтық бақылау жұмыстарын, үй жұмысын тексеруге, өзара бір-бірінің жұмысын бақылауға болады. Қазіргі уақытта осы әдістеменің Шаталовтың ізбасарлары әрбір бағыт бойынша тәжірибе жүзінде жалғастырып келе жатқандығы белгілі. Тәжірибеде кеңінен қолданылуда бұл. Енді осы мәліметтерді толығырақ оқып, толық мәлімет алу үшін осы тақырып төңірегінде мынандай әдебиеттерді сіздерге ұсынамын. Шаталовтың әдебиеттері және Селевкінің современный образовательный технология, және біздің қазақша педагогикалық технологиялар, инновациялық технологиялар деген кітаптардың ішінде. Және мына жерде сілтемелерді көрсетіп қойдым. Осы сілтемелер арқылы қосымша толығырақ осы технологияға мәліметтер алуларыңызға болады. Және үй тапсырмасын қосымша көрсеттім. Сонымен біз бүгінгі сабақта тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясының мақсат, әдістемелік, мазмұндық ерекшеліктеріне, Шаталовтың принциптеріне, тірек сызбалардың жасалу кезеңіне, тірек сигналдар арқылы оқыту технологиясының ерекшелігіне тоқталдық. Осымен бүгінгі мәліметіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.